Қайтадан сотқа шақырып отыр. Мына жерде полицейлер келіп тұр. Шо тоқтатып алып. Бері сот. Ой, жалмады ма? Ассалаумалейкум. Не қалай? Қалай? Сот? Әкім қосып бісімді арыз жазған ғой. Әкім қосып тұру керек, 2 сағат, 2 сағат. Тек қайтадан сот шақырып жатыр дейді. Сот сыйлайық қане. Сопровождающий құдалар. Ашал кірген сотқа. Шықты ма? Крышчан. Сот не жабық сот па не? Жабық түрде өте ма сот? Административный сот қой, қалай жабық түрде? Кіргізімші жаңа адамдарды. Ұрсақ бесін кіргіземіз. Кіргізімізге шығып кетім қазір. Сотқа алсаң бағынбады деп жүрмеңдер. Мен ескерттім сендерге. Бағынбаған жағдайда бағынбаған жағдайда әкімшілік хаттама толтырады. Ой, толтыруды қатырасыңыз ғой. Ал енді шақыр сотыңды ал. Шақырыңдар соттар. Қайтадан қуып келдім. Сот қайтадан. Кейін суда не олды еден? Келмейм мен. Айтты есін. Кейін Манадан бір жарым сағат болды. Біз кетіп қалдық, сіз кетіп қалдыңыз, ол кісі кетіп қалғанда. Мен 1 сағат күтіп отырып кеттім ғой. Мына адамдар келіп тұрады ғой, сотқа қатысатын жеке. Қандай адамдар. Кіргіз жіберіңші үшін, сізден сұрады еді ғой жаңа қатысты. Ол неге ұқсат судьяны сот беруіне? Не қатысы бар оның? Ашық сот емес па, сот? Ой, кіргізің бе? Адамдар кірсін. Ашық сот қой. Так,
Қазір 16:41 болды, 45-те кетем, шығып кетем қазір. Күтіп отырмаймын. Сізде адамдар келіп отыр ғой, сот ашық тұр емес пе? Кіргізді шешен. Ашық сот қой. Кіргізген, кіргізді болсын. Кіргізген, сосын болсын. Бәрі бар ғой. Кіргізде бар дейді бақыр. Не сөйтті, ұжып шығармайды ғой, тыныш отырады ғой. Сот ортасын ашық жерге отырмыз. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық болсын 73-ші бабы 2-ші бөлігі Жұмағалиев Мұратбай Тұрғынбаевичке қатысты әкімшілік құқық бұзушылық іс қаралады. Жұмағалиев өзіңіз таныстырып өтіңіз. Мен Жұмағалиев Мұратбай Тұрғынбайұлы. Жұмыс жасайсыз ба? Иә. Болады ғой, кіргізшіш жанам. Кіргізшіш, мана сөйтіп айттым ғой. Сол құрмет судья, мана айттыңыз ғой, сіз бәріңіз кіргіз деп. Сіздің, жоқ, жақсы, басталмай тұрып жаңа сіз кір деп айттыңыз ғой, кіргіз деп. Сіздің айтқаныңызды бұл тыңдамай тұр ғой, судьяны сыйламай тұр ғой мына кісі. Судьяны сыйламай тұр, соң айтты ғой бәрін түгел кіргіз деп. Жұмыс жасайсыз ба Жұмағалиев? Иә, Убер мекемесінде. Убер мекемесінде Жаңаөзен қаласы. БЖБ, иә. БЖБ мекемесі. Кім болып жұмыс жасайсыз? Оператор пресс. Отбасыңыз бар ма? Бар отбасы. Тұратын жеріңіз? Рахат 3-22-68. Көкесем. Жақсы, отыра қойыңыз. Сотқа таныстыру туралы жәбірленуші өкілі. Бар ма? Бар. Кім жәбірленуші? Аға, сіз айтыңыз. Сіз жәбірленуші өкілісіз. Таныстыру Сотқа таныстыру туралы өкіліші Жаңаөзен қаласы сотының судьясы Болтан Махамбет Өтеубеш, Қашықты Жаңаөзен қаласы сотының бас маманы Азарбай Гүлназарбекқызы. Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылығына іс бойынша жүргізіліп жатқан тұлға хаттамамен және істің басқа да материалдармен танысуға түсініктемелер берілу хаттаманың мазмұнының әрісін жүргізуге ескертулер жасалды. Дәлелдемелер ұсынуға өтініш хаттар, оның ішінде сотқа кешіктірмей қарау және әкімшілік құқық бұзушылығы іс бойынша қаулының тез арада заңның күшіне енгізу туралы өтініш хаттармен қарсылықтарды мәлімдеуге, қорғау үшін заң көмегін пайдалануға істі қарау кезінде ана тілінде немесе өз тілінде сөйлеуге. Егер іс жүргізіліп отырған тілді білмесе, аудармашы көрсеткен қызметті өтеусіз пайдалануға, іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолдану бойынша нақты деректерге және мән-жайларға сәйкес келмейтін мәліметтер көрсетілген жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық хаттаманы жасау кезінде заңның бұзылуына айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқамаға және іс бойынша қаулыға шағыммен жүргізуге, істегі құжаттардан үзінді көшірме жасауға және олардың көшірмелерін түсіріп алуға, сондай-ақ өзіне осы кодексте берілген өзге де процесстік құқықтарды пайдалануға құқылы. Құқықтарыңыз түсінікті ме? Жәбірленуші істің барлық материалымен танысуға түсініктемелер беруге, дәлелдемелер ұсынуға өтініш хаттарының ішінде істі сотқа кешіктірмей қарау және әкімшілік құқық бұзушылық іс бойынша қаулының тез арада заңның күшіне енгізу туралы өтініш хаттармен қарсылықтарды мәлімдеуге, өкіл ұстауға, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамаға және әкімшілік құқық бұзушылық іс бойынша қаулыға шағым жасауға, өзіне осы кодексте берілген өзге де процесс құқықтарды пайдалануға құқылы. Құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз түсінікті ме? Бастартулар мен өтініш хаттар бар ма? Әкімшілік құқық бұзушылық хаттама және етіледі. Тоғызыншы қараша 2023 жылы азамат Жұмағалиев Facebook әлеуметтік желісінде бұқаралық ақпарат құралдары немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып азамат бос уақытын арнамызға келетін сөздер жазып абыроймен қадір-қасиетімен ұсынған келтіретін немесе оның беделін түсіретін көрінеу жалған мәліметтер таратқан. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73 бабы 2-ші бөлігінің әкімшілік бұзушылықты жасады. Жұмағалиев түсініктеме беру үшін сізге сөз беріледі.
Иә. Иә, енді мен мына жерде келіспеймін. Таратқан дегеніңіз тіпті нұрыққа сыймайды ол. Заңсыз деп есептеймін. Мен таратқан жоқпын, мен жаздым. Жазылған десе бір жөн, енді таратқан деп оқып отырсыңыз жаңа. Мен таратқан жоқпын, мен жаздым тек. Таратқан бөлек, жазған бөлек қой. Таратқан бөлек, жазған бөлек те соның бәрін оқиды ғой. Иә. Айта беріңіз, иә. Жоқ, сіз енді... Жоқ, бұл... Жоқ, мен мемлекет қызметкерлерін түсіріп тұрмын ғой, Бұл жазған несі, сізді сүріп Мұны ана өтші. Ұтшыл тұсылы. Бұл ғана таратқанмен жазғанның операциясының бәрі оқылады. Жоқ, разницасы бар. Құттай сөздің разницасы болады. Таратқан бөлек, таратқан деген былай. Жазған деген жазып қоя қоятын зат. Бәрі соны оқып отыр, жұрттың көңіліне. Мен кінәлі емеспін ғой оған. Мен үшін комментарий жазсын, таратқан жоқпын. Сіз таратқанмен, жазғанмен екеуін мағынасын қараңыз. Солай қабылдайды, сіз қалай... Жоқ, қалай қабылдайды, халық ше, төреші халық. Ал мен таратқан жоқпын бұл жерде. Жаңағы судьяның айтып отырғанда таратқан дедім. Ал мен таратқан жоқпын оны. Таратсам мен соны дәлелдеңіз мен таратқанмын. Ол енді сіз неге мысалы ол таралып кететін нәрсе бәрібір. Енді қандай негізгі алып кеткізген ол дейсіз сіз ол сондай адам ба, мысалы сондай адам емес пе, ол сіз енді характеристика болса береді. Ол тем более президенттің жергілікті өкілінің өкілі. Соның өкілі. Ол жерде ол енді сіздің жазғаныңыздан тұрып оқиды да население мысалы халық. Ол мына басқа институттарына жергілікті жалпы кезде мемлекеттік ол мысалы былай қарсы болып есептеледі да соққы болады да ол сондай ойда болады мемлекеттік институттарға доверие жоқ халықтың тарапынан қарсы қойылған сияқты боласыздар. Қарсы қойылған сияқты болып отырсыз. Ал ол адамның Жаңаөзен қалалық әкімінің аймақ қосбалықтың істеген істері қалай? Ол ондайға жатпайды ма маған халықты? Менен жер сұрап келді дегенін айтып тұрсың. Неге оны айтты? Ол сөз қалай, менен жер сұрап келді. Маған халықтың сұрап қоқыспен келген жоқ деді. Жұмағали барып маған айтып кетті, менен өтшіге басын шаруасымен менен жер сұрап келді. Ол сөзі интернет желілерде бар, оның тумалықтарын, жастастарын барып тұрғанда айтты. Соны маған дәлелдеп біз жер сұрап қалғанын айтып кетті. Айбек бұл бар жеке өзіне мен жерді дегенді маған дәлелдеп бересің. Енді жай қарапайым адамның өзіне айтса, мысалы, сіздер сотқа бересіз. Мен сотқа бермеймін. Мысалы, сіздің бауықтар қалағаттай, семейіңізді сізге жаман кезек таратады, сіз мысалы алдын сотқа бересіз, заңға жүрмейсіз. Сот қарамайды ғой, мен қара халықпын. Ал ол әкімнің ісін қарайды. Менің, тыңдаңыз, менің ісімді осылай мен бұрын сайлаудың кезінде осы кезде, мен үстімнен сондай фейсбук желісіне жазылған, мен үстімнен Өзбек, анау мұны Қаралпақ қанық берген дегенде олынған деп, мен үстімнен балағатты сөздер жазған. Көсіру Айтешева, Нұрғайып, Нұрбек, мұна Горға апарып, арыз тастаған прокуратураға. Ол үсте қалған жоқ қой. Ал ол не қарамайды оны? Мен қара халықпын себебі. Менің құқығым тапталып жатыр. Ал әкім болғасын жерде, әкім халықтың адамы, оған ондай затқа өкпелеме керек ондай затқа. Ол әкімнің халықтың адамы ғой, әкім кім сонда әкім? Сонымен әкімнің істеген істерін мен Жаңаөзенді қоқысқа айналдырып жатқан өтірік пе? Халық шеше, халық көрерші. Мен әлі де айтам, кеше де айттым мен. Кеше келіп кеткеннен кейін мен дәл осыған мен кәдімгідей өзім видео үндеумен жібердім. Сен кәдімгі бетін қалдың деп, осы уақыт бетін қалдың ұят істің деп айттым. Себебі ол мен алдына барғанда, мен кәдімгі жоқ, бірақ алдына барғанда айтқам, мен әкім болып кет десе кетен жоғарының бұрысымен күшпен отырмын мына жерде. Жоғары жақтың адам отыр деп отырмын. Кет десе мен бір шимадан келіп отырмын мына жерде. Үйімде жоқ деп айтқанмын. Жоқ, қарапайым адамға айтылса да, мысалы, ол лауазымда тұрмау ғой ол. Лауазымда тұрмау. Ол жерде айтып отырмын, жергілікті президенттің өкілі мысалы, на места. Ол мысалы сіз
Uyatsız buna advokat desin. Sol hok bozuşuna benim. Uyatsız ekeniz bitke etkan. Ayının bitke etkan olsun ne bu? Neyse bu? Bardık. Жаңа немен қоғамдық кеңеспен жатыр, жаңамыздың қоғамдық кеңеспен. Оны мойындамай отырмыз. Қартқа дейін брavo қайда? Мойындамай. Ал үйлене кіргізбейді, келмейді. Ішкі тәртіпте жаңағы сіздердің айтып отырғандарына ішкі тәртіпте бар болды. Асында халықтың қадір қасиеті қайда? Жаңағы жақсы теманы өзгертейік та, жаңағы сөзге жауап беріп болды ғой, бір сөзге. Ол көргенсіз айтып та, көргенсіз. Иә. Көргенсіз жасап қой. Жаман сөз ба? Көргенсіз. Бетінен айырып. Ал Жұмағали Мұратқа менен жер сұрап көрді деген ол халыққа сын емес па? Ертең күні халық айтады ғой. Әкімшілікке Мұрат қой, сіз халықтың атынан маған демедіңіз. Сіз өзіңнің қарабасының пайдасын бағып жүргенсіз ғой деп халық айтпай ма маған? Жала ғой. Жала ғой маған. Кезу желісінде бар. Факт көрдім отыр. Ержан Ешбаевтан осыдан 5 жыл бұрын факт деп үстен шағым жазбаған сотта жіберді. А неге факт деп айып осы уақытта неге шала жауып отырсыз Мұратты? Жер сұрап қойды. Қамамайсың ба? Бұл жерде жүрдіргі вопрос. Сіздің негізгі қатысы кете берсе сол кете айта беруге болады, конечно. Конечно, айта беру. Сол сөзді айтып отырмын. Сол сөзге жауап. Бір сөзді айтып сол айтып. Не үшін айтқанымды айтып отырмын ғой мен сізге жаңағы. Таратты деген бөлек. Жаңағы таратты деген зат бөлек ол заңды. Таратса. Мен бұл зат таратсам, мен жазып жаңағы позицияда отырсам, онда бөлек таратып отырмын мен ол сөзді. Мен де комментарий жазып отырмын бұл жерде. Таратқан жоқпын. Өзімнің ой пікірімді жаздым мен. Неше мың адам болды комментарийде. Ой пікірімді жазуға сонда менің құқығым шектелгені ма сонда? Мен естіп отырсыз ба? Сіз ол негізгі алмайсыз. Жапондар мысалы оның қандай негіз бар сіздің құқығыңыз бар. Одан ол қоғамның азаматы болса қарапайым. Мен оның үстіне ештеңе жазбаймын. Қазақстан Республикасы қарапайым қоғамның азаматы болсын ешкерді. Бұл халықтың елдің тұлғасы әкімім ғой менің. Мен барам қабылдамаймын. Мен қоқысты 5 айда болып, сен келгелі 5 айда бері қоқыс төгіліп жатыр. Давай тазаламаса орныңды босат деймін. Мен құқығым ба, азаматтық құқығым осылай ғой. Иә. Босат деймін, не босат деймін? Ол айтқан, ол айтқан сіздің құқығыңыз жоқ. Мен босат десем қазір босатар едім, жоғарыда босат деп айтсын. Кездесу барысында мысалы ұсыныс енгізе аласыз мысалы. Мынадан ақында сіздің келбетте, ол тем более сайланған әкімі сондықтан тағайындады отыр. Ертең сайланған уақытта қарласып. Неше жыл болды осы уақыт отырған ба екен? Әлі тағайындап отырмын, әкім емес, әлі тағайындап отырмын. Айналып бір шыққанда бұл сандығын айналдырып та сіздер. Ол дұрыстан сөйлейді нақты жаңағы таратқанмен жазған игуның давай айырмашылық айырайық. Таратқан бөлек. Таратқан не какая разница? Мен сіздің өзіңіз құқығыңызды шектемеймін. Мен жазғаннан кейін сіз Қазақстан Республикасы азаматсыз. Мен ана жерде жазам, сізге оқыма деп айтпаймын. Оқы деп айтпаймын сізге. Мен шектемеймін. Сізге менің құқығым жоқ, сіздің құқығыңызды шектеуге. Ол еді. Мен жазып таратқан жоқпын. Жоқ. Оталаған сөз ба деп ана жерде қалай әкімнің қадір қасиеті бар да қара халықтың қадір қасиеті жоқ болсын ба? Тағдайын айбек болсын. Елдің көзінше жаңа видео айтқан Жұмағали болады да менен жер сұрап қойып болды. Басқа шамамен кеткен жоқ деді. Ол кіммен барғанын айтып тұрады өзімен. Мен кіммен кездестім? Кіммен айбек құсуақпен кіргізді? Ол неге айтпайды? Қандай балдар кіргізді айбек құсуақпен алған неге айтпайды? Бәрі заң шеңберінде болу керек. Ол менші, заң шеңберінде болу керек. Бірақ заң шеңберінде әкімнің өзі жасамай отыр. Ол соны өзі айтып сұрауым жоқ. Байқай. Жақсы, Жұмағали отыра қойыңыз. Жанмен үшін өкілі. Сен жатыр. Құрметті студия, іс бойынша белгілі. Он төртінші күні Фейсбукқа шыққан әлеуметтік желіге қала әкімі
Қосабай Айгүл жөнінде шығарған деген өзім комментарий жаздым. Комментарий жазғанда бұл методын көргенсіз әкім деген әкімдігінде жалпы кешке ғой деген сияқты нелер посттар берген астында. Енді бұл өзінің несінде айтып отыр, жұмағалиевен мен еткенде тек таратқанда комментарий жаздым. Бұл комментарий бергеннен енді ол халық сол комментарийді бәрін оқып отыр. Ол халық солай қабылдайды, қалай етті мысалы. Егер енді мемлекеттік институттарға, мысалы президенттің мүшелері жергілікті өкілдері ретінде мемлекеттік институттарға бұл жерге бұл репутациясына ұқсап береді деген сөз болды. Сандардай. Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 73 бөлім бабымен кешіру көшеттарын сұрайды және сол әлеуметтік жерде қалай қылып болса олай өткен алдында кешірім сұраймыз. Дәлелдемелер әкімшілік құқық бұзушылық хаттама Facebook парақшасының үзінділер. Facebook парақша. Біздерден бе? Жаңа ескерткен жоқпын ба? Қаулы жарияланды. Жұмағалиев Мұратбай Тоқтыбаевич, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73 бабы 2 бөлігімен кінәлі танылсын. Оған осы бап бойынша 180 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұлды 30% қысқарту арқылы 434.700 теңге айыппұл жазасы тағайындалсын. 434.000 айып қосу уақыттың айлығы ма? Соны менен 434.000 алып 434.000 дейді. $434.000 штраф. Айып қосу уақыттың қасқадасы. Ау. Кім бер жіберді? Қатысты. Не қылды? Айыппұл. Айыппұл ма? Алдында осынға да сондай емес алу, 434 не қылмаған, жақсы болған сол. Штраф салады. Штраф сөйлемейді деп ойлайды ғой, айып қосу уақыт. Айбек қосу уақыт өздерің білесіздер, міне құрметті қазақ жаңаөзендіктер білет түгел қандай адам екен. Оларға заң жоқ, заң бірдей емес халыққа. Құзырлы органдармен көрдіңіздер ғой. Қазақстанда заң жоқ, әкімдердің де құқығы тек қаралатты, халықтың құқығы қаралмайды. Айбектің өзін соттау керек негізі, құқығы құрсын ол. Жүгілімен жүрім деген. Жүгілімен. Көрдіңіздер, соттың отырсын. Көргенсіз Жаңаөзеннің әкімі 430 көргенсіз депті. Боқтау керек та, боқтап, ау. Автобустар ол әкеліп қойды ғой, мана оны сразу әкеліп қойды ғой. Барлығын әкеліп қойды мана. Қайсы собырларымен
Охрананы қамтылабыз. Nurkan. Aldı var.